Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сөз мағынасы, оның ішінде синоним, антоним, амоним және де сөздің тура мағынасы, ауыспалы мағынасы, көп мағыналы сөздер. Оқушылар, өздеріңізге белгілі, синонимде деп отырғанымыз мағынасы бір-біріне жоқ сөздер, яғни мағынасы бір-біріне ұқсас сөздер, бірақ дыбысталуы әртүрлі сөздерді айтамыз. Мысалы, қарайтын болсаңыздар, ас деген сөзді алайық. Ас деп отырғанымыз біздің тамақ, ауқат, дәм деген мағынаны білдіреді. Және де етістікті алайық. Айту, жеткізу, сөйлеу, хабарлау. Байқасаңыздар, оқушылар барлығы негізінен бір сөз табынан болып тұр, яғни мысалы ас, тамақ, ауқат, дәм дегенге алсақ, ол зат есімден болып тұр. Ал айту, жеткізу, хабарлау және сөйлеу ол бізде етістік сөз табынан болып тұр. Яғни синонимдер болу үшін оқушылар негізінен үш ережені есте сақтап алған дұрыс. Біріншіден, екі сөзден болуы тиіс. Екінші, бір сөз табынан болуы тиіс. Және мағыналар бір-біріне жақын, яғни жуық мәндес сөздер болу қажет. Оқушылар, синонимдер дегенде бізде амонимдер. Амонимдер дегеніміз негізінен айтылуы, дыбысталуы бірдей, бірақ мағыналары әртүрлі сөздерді айтамыз. Мысалы, мақта деген сөзді алсақ, оқушылар, мақта бұл егістік алқабында өсетін шөптің бір түрі, яғни бұл зат есім. Және де мақта бұл айбекті мақта, қобыланды мақта деген секілді, яғни бұл жерде етістік сөз табы болып тұр. Бас деген сөзді алсақ, мысалы, адамның басы. Және де бұл жерде аяқпен бас, немен бас, аяқпен бас, байқасаңыздар. Және де жаз деген сөзді алайық. Жаз бұл жылдың 4 мезгілінің бірі, яғни зат есім. Және де жаз бұл аяқта жаз, дәптерге жаз деген секілді сөз. Бұл жерде яғни ол етістік. Жаз және де ол емде, сауықтыр деген мағынада жұмсалып тұр. Байқасаңыз, оқушылар осы жерде сөздердің барлығы бірдей, бірақ мағыналары әртүрлі болып тұр. Келесі бізде антонимдер. Антонимдер деп отырғанымыз мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Оларды білесіздер өздеріңіз, жақсы, жаман, алыс, жақын, ақ, қара деген сөздер. Яғни мағынасы бір-біріне қарама-қарсы сөздерді айтамыз. Оқушылар, антоним сөздерден кейін бізде сөздің тура мағынасы. Сөздің тура мағынасы деп отырғанымыз көзбенен көріп, қолменен ұстауға болатын сөздің негізгі және бастапқы мағынасын айтамыз. Мысалы, ашық терезе, ақ қағаз, адамның аяғы деген сөздерді жатқызуға болады. Сөздің тура мағынасынан кейін оқушылар бізде келесі сөздің ауыспалы мағынасы. Сөздің ауыспалы мағынасы, яғни сөз мағынасының өзге мағынаға жуықтау сөзді айтамыз. Яғни, мысалы, жылы сөз. Қарасаңыздар, сөздің жылысы болмайды ғой бізде, жылы ауа райы деп айтсақ болады. Ал сөздің жылысы бізде болмайды. Келесі, биік мақсат. Мақсаттың биік болмайды ғой. Ол бізде ауыспалы мағына болып тұр. Және де күннің көзі. Адамның көзі десек, ол тура мағына болады. Ал ауыспалы мағына ол күннің көзі болып тұр. Келесі бізде сөздің көп мағыналығы. Яғни сөздің көп мағыналы деп отырғанымыз сөздің басқа сөздермен тіркесіп, екі немесе одан да көп мағынаға ие болуын сөздің көп мағыналы деп атаймыз. Мысалы, бас деген сөзді алсақ, адамның басы, жұмыстың басы, судың басы, таудың басы, таяқтың басы деген сөздерді айтуға болады. Осымен оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен бірге сөздердің мағынасы, яғни синоним, антоним, амоним, сөздердің тура мағынасы және ауыспалы мағынасы, сөздердің көп мағыналылығы туралы мәлімет алдық. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.